Сонымен таңғы сағат 4. Алла берса мен Кеген ауданы Бөлексаз ауылға өзімнің ауылыма шығып бара жатырмын. Бүгін мына жақта үлкен көкпар болады. Сол көкпарды түсіріп сіздерге көрсем, сондықтан да видеоның соңына дейін көріңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз бүгін Кеген ауданы Бөлексаз ауылындамыз. Бүгін бұл жерде командалық көкпардан жарыс өтеді. Екі ойын алаңы даярланған. Енді екі осы ойын алаңында Алла бұйырса Кеген Нарынқол ауданының көкпар сүйер жастары бірін-бірімен көкпардан жарысады. Бөлексаз ауылының жігіттерінің дайындығы. Байғазы бірінші орын 200 мың, екінші орын 150 мың, үшінші орын 100 мың теңге. Мінекеңізді, дипломда. Мен осы жерге екінші рет келіп тұрмын. 2019 жылы қыста өткен, мен қыста келгенмін. Ол туралы бізде мықты Ақжол Тауқан менің туған бауырымның жүргізуімен Бөлексаз көкпар деген осы арнада видео бар, көріңіздер. Нау енді екінші көкпар мен келіп тұрған. Бүгін енді мінекей жас. Қараңыздаршы, мен артындағы фонды қараңыздар. Жап-жасыл шөп, таза ауа, тау. Құдай ақ жолын берсін. Аттарыңыз бәйгеден келсін. Дендеріңіз сау болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жаңа заман, жаңа Қазақстанымыз жаңада құрылғанда бәріміз өсіп өркендейік. Әр үйде, әр отбасында жақсылық пен береке қонсын. Дендеріңіз сау болып, бәрі аттың үстінде чаппап, бәйгелерді ала беріңдер, Алла. Жақсылық тартып олжа болып қойдыңдар. Еліміз тыныш болсын, жастарымыз аман болып өсе келсін. Көкпар ойыны жақсы ойын болсын, бір-біріңізді жеңіс деген жақсы ғой. Жеңіске жеткен жақсы, бірақ бір-біріңізді сыйлап, тәртіппен, жақсылықпен, ешқандай бір жаман жағдай болмай, жақсы жағынан көріне беріңіздер, тойларыңыз тойға ұлассын. Құрметті Иманбеков Еркін ағамызға, сізге ауылымыздың ұлттық ат спорты көкпар ойынын дамуына қосқан үлесіңіз бен ауыл азаматтарына берген тәрбиеңіз көкпар ойынның өркендеуіне және салауатты өмір салтын насихаттауда қажырлы еңбегіңіз үшін зор алғыс білдіреміз. Ізгі ниетпен көкпаршы іні бауырларыңыз. Еркін ағам, рахмет. Осы мәтінде құрметті Әлімғожаев Самат ағамызға. Осы мәтінде құрметті Болатбек Өркенбай ағамызға. Бәріне шапан жауап атыр, бәріне шапан. Мінекей, Бөлексаз ауылының палуандары Алла бұйырса. Сақадай сай. Әне ай болып тұр. Ат жоқ болып тұр ғой екен баяғы. Қазір уже сендерге екінші ойын ғой көріңіз. Бізде заминада қайнақ болады ғой. Құр заминада қайнап ана командада. Түрмеуіңізді қарабаңыздар.
Ömür жастарың ұзақ болсын. Бас сендерге берген батам. Мына жаңа Қазақстан болғаннан кейін бәріміз жаңарымыз керек. Бөлексаз ауылының жастары. Жалаулы ауылының палуандары мінекей. Қарқара ауылының командасы. 13 команда. 2 ойын алаңы бар. 2 таймнан ойнайды. Әр тайм 20 минуттан, ортасында 5 минут үзіліс. Күн ыстық. Бұл жерде енді былайынша айтқанда ЖКЛ-дің стилімен емес, федерацияның стилімен ойнайды. Сол жерде 12 шабандоз, 12 палуан, алаңда 4 аттан ойнайды бұл жерде. Қазандық жоқ, шеңберге ойнайды. Сосын бұл енді дұрыс түсініңіздер, бұл енді ауылдың ішіндегі жаңағы жігіттердің өздерінің ұйымдастырып, жаңағы осы өңірдің жігіттері бас қосып, бір той жасап, бір көкпар тартып, арқа жарқа болған той ғой негізінде. Сондықтан да серке тартып жатыр. Тірі серкені сойып, бас аяғын алып, ішін босатып, серке тартып жатыр. Өйткені сол серкені осы бүгінгі жарыстан кейін міндетті түрде қуырдақ жасап, бүкіл шабандоздар үлкен дастархан жайып отырып, тілдесіп, арқа жарқа ары қарай әңгімені жалғастырады. Ұйымдастырылған көкпарға қандай баға бересіз? Ассалаумалейкум. Біз Қырғызстаннан келіп төреші болып тұрмыз. Ұйыстырылып атқан көкпарға жоғарғы бағадағы нелерді айтамыз. Өйткені мына Бөлексазда болып жатқан осындай көкпар төстік той дейді екен. Сол төстік тойында екі жерде қазір көкпар тартып жатыр. Сол тойлары құтты болсын, көкпарлары мықты, жігіттің бардығы сол көкпар ойынына активтив қатысып жатыр. Бардығы правиланы біледі. Бардыңыздарға Алла разы болсын, үлкен рахмет. Тойыңыздар құтты болсын дағы бір рет. Бөлексаз ауылынан 2 команда шықты. Бөлексаз 1, Бөлексаз 2 деген. Бөлексаз 1 бірінші бөлімде Кегенмен ойнады даған 3-3 болып тең түскен болатын. Қазір енді Бөлексаз бен Кегенге қосымша 10 минут берді алтын голға дейін, алтын салымға дейін.
Ақтастыңыздар, ақтасты. Салынды, салын. Ой, шанандыз байқош. Жеке менің сонау кегеннен келген көкпаршы палуандарға алғысым шексіз. Негізі 2019-да да осылай Қарқарада ойнаған кезде кегенмен бөлексаз өте керемет ойынның өрнегін көрсеткен. Бүгінде де 20 минуттық 2 таймда да тең түсіп, одан кейін қосымша 10 минут бір тайм берді. Одан да тең түсіп, әйтеуір ең соңында өзіміздің палуан Бақдәулет бір салым артық салып, бөлексаз жеңіске жетті. Бірақ кеген өте мықты палуандарды бүгінгі жарысқа алып келді, сондықтан алғысым шексіз. Міне, біздің жұлдыз. Алланың бұйырғаны, молодец, білектің күші. Кегеннен келген палуандардың, көкпаршылардың командасы, капитан командасы мінеке. Молодец, мықты, нағыз ойынның көкпардың керемет жігітше өрнегін көрсетті. Молодец. Сонда кегеннен келген палуандарға алғысымыз шексіз. Келіп осындай ойын көрсетіп жатыр. Шын керемет ойын болды негізінде. Өсіп ауызбіршілікпен осы кеген Нарынқол өңірі осындай той жасайды. Бұл өзі жаңағы жеребименен жасалынады. Осы айда бөлексаз берсе, келесі айда Қарқара, одан кейін Шәлкөде, Жалаулы деген сияқты, мынақты Нарынқол жақтағы ауылдар бар, кеген бар деген сияқты. Әр ауыл ай сайын осындай той жиын береді, сол жерде көкпар береді. Жастар үнемі бірімен бірі жақсы қарым-қатынаста аралас құралас болады, арқа-жарқа болады. Көбінде жаз кезінде осы той белең алады. Өз басым өте қатты қуанам және осындай іс-шараға қатысуға асығам.